Бұл өркениеттен бөлініп қалғандай алыста орналасқан құмды ауыл болатын. Бір қарағанда адамдар аңқау, сенгіш, бәлелікпен ісі жоқ шекілді көрінетін. Адам аласы ішінде деп сондайды айтатын болар. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауылға Тапалбек атанып кеткен Қапалбек келіншек алып келді. Біреулер ағасының алдын орап, ол не көргенсіздік десе, тілеулестер жақсылықтың ерте кеші жоқ, бақытты болсын деп жатты. Ата енесі келін түсіріп, қолдары ұзарып мәз. Үлкендері үйленіп, қалаға кеткен. Кейінгі екі ұл ғана еді, аяқтары тұсауланбаған. Қапалбек соның екіншісі. Өзі пысық, тірлікке епті. Сонысымен болар, ата-анасы кенже ұлын жақсы көретін. Әрі кенжесі болған соң, бір жағынан ептілігі бар деп ерекше жақсы көретін. Жас келіннің есімі Айсұлу. Аты затына сайсынды. Туылғанда мұның сұлу боларын қайдан біліп, дөп басып есімін қойған дерсіз. Айдың бетінде дағы болады ғой. Айсұлу да сол сияқты. Оң жақ бетінде ешкімге білінер-білінбес ұзынша бір тыртығы бар еді. Оның оң жақ бетінде ешкімге біліне-білінбес ұзын сызық тыртығы бұлайша өзін әдемі етіп көрсететін. Сырт көзге анық қарағанда білініп тұратын ол тыртық қыздың көркін аша түсетіндей еді. Бәлкім, бұл тыртығы болмаса, Айсұлу сұлулар сайысына қатысып, ол жақтан орын алып, осы ауылға Қапалбекке тұрмысқа шықпас бет деп ойларсың. Айсұлудың өзі бұл тыртығын жек көреді, себебі ол жанына салған жара. Беттегі жайсыздықтан қыз жүрегі қатайып қалған. Кімге дейсіз ғой? Әкесіне. Маскүнем әкесі ішіп келген сайын анасын ұрушы еді. Шарбақпен қора, бұталарды аралап, тасасында өткен күндерден мезі болған қыз анасының әкесінен оңбай таяқ жейтініне шыдамаған. Сондай күндердің бірінде ішіп келген әке әйелін таяқтың астына алған. Жалма-жан пышақты алып ажыратпақ болып өмір мен арақтан шаршаған қыз араша түсем дегенде әкесі серпіген пышақ сұлу жүзіне тиіп жанай өтті. Сусылдап аққан қанмен бірге қыздың жүрегіндегі әкесіне деген соңғы махаббаты өшті. Өшті де қалаға оқуға кеткен ол әке үйіне қайта бұрылмады. Оқта-текте бауырларымен анасына сырттан жаны ашып, шамасы келгенше тиын тебен тастағаны болмаса, туған күнінде де әкесін құттықтамайтын. Оны елеп жатқан маскүнем әке болмады. Араққа сылқия тойып, баяғы концертін жалғастыра береді. Өкінсе де өз ішінде еді, қызынан кешірім сұрамады. Содан бері Айсұлу тақыр кедей болса да арақ ішетін еркекке күйеуге тимеймін деп бекінген еді. Бұл бала кезден жүрегінде қалған жазылмас жара еді. Тұрмыс тапшылығынан ба, бірді екіге соғып, жоқты бар ете білу, үнемді айдап пайдалану, бала кезінен күтіп ұстау әр нәрсені күтіп кию, бабын білу сынды әрекеттер Айсұлуды пысықтыққа, таза орындауға, жұмысты тез істеуге, үнемшілікпен ысырап қылмауға үйретті. Міне содан келген келін сұлу да пысық болып шықты. Енесін орнынан қозғамай, бар тірлігін өзі тындырып отыратын. Келін келсе үй тірлігін беріп демаламын деп үнемі айтып отыратын енеге Құдай бір күнде салды ма дерсіз. Енді бар тілегі осы пысық келінді қолда ұстап, немере бағу еді. Не керек? Айсұлу енеге жайлы, келінде ата енеге майлы болды. Атасы Айсұлуды ерекше сыйлады. Әр жасаған тамағы мен әр тірлігіне қолпаштап, мақтау сөз айтып отыратын. Әкеден көрінбеген жылуды атасынан көрген келін ата енесін қатты сыйлады. Ал Қапалбек өз алдына бөлек әңгіме, кішкене бойлы сары жігіт, қутыңдаған жылбос еді. Қапалбектің тірлігі тиянақты, өзі малсақ, қанша мақтанғанымен кісі бойында екі кемшілік болады екен. Қапалбекте сондай. Біріншісі кісіге жаны ашу, шын мейірімді білмейтіндігі де, екіншісі төсекке шыдай алмайтындығы. Қапалбектің осы екінші әдеті ауылдың жеңіл жүрісті жылмың қаққан келіндеріне құт. Себебі бойында талайын суарған.
Енді міне ақ некеге өтіп, өзі сұлу келіншек алған соң, алдындағы ауыл жеңгелерін есіне де алмайды. Жұрт кішкене бойлы Қапалбекке мынадай сұлу қыздың жар болғанына таң қалатын. Жігіт келіншегінің көлеңкесінен де қызғанып, қайнылары қалжыңдаса терісіне сыймай кететін. Ал Айсұлуға Қапалбектің бейнеткештілігі ұнағандықтан оның етегінен ұстауды жөн көрген. Маскүнем жатып ішер әкесін көріп өскен қыз анасы секілді таяқ жеп өмір сүруді қаламады. Алайда күйеуінің шектен тыс қызғаншақтығы ұнамайтын. Онысымен қоймай Қапалбек төсек құмар болатын. Айсұлу күні бойы тырбаңдап тірлік жасап, кешке шаршап құлайтын, түсінбей оны таңға дейін әурелейтін. Соның салдарынан жас келін жүнжіп, азып тосып кетті. Ол үшін күйеуі төсекте ләззат емес, азап сыйлайтындай болатын. Тапалтақ денелі сары керлі Қапалбек күндіз болса күндіз, түнде болса түнде келіншегін екі-үш қайтара әурелеуге бар. Тек арада аз ғана уақыт өткенде Айсұлудың аяғы ауырлады. Сонда да күйеуіне тыным жоқ. Оңтайлы сәтті күтіп, келіншегін аңдығаны аңдыған. Ай күні жетіп, кекелеңдеп жүріп, босандау байғұс. Күйеуінен әбден мезі болған келін енесіне өзінің қасында ұйықтауын жалынып сұрады. Бірдеңені сезіп жүрген енесі де келісті. Себебі ауылдың гүгу сөзін, балашының жігітшілік жүрісін, бойдақ кезіндегі ессіздіктерін біліп, осы ұлының аяғына бірінші болып сау салғаны сол еді. Келіншегі күтініп, терлеп 40 күн енесінің қамқорлығында болғанда әрең шыдап күткен Қапалбек 41-ші күні оны боқтап, ұрысып, өз бөлмесіне көшіріп алып келді. Көз жатоңдап Айсұлу енесіне қарайлап кетті. Көп ұзамай қорғана алмаған бүлдіршін келін баласы 3 ай болар болмас қайта көтеріп қойды. Үлкен ұлын енесі өз бауырына алды. Ұлы мен келіннің шаңырағы шайқалмасын деген ене мен қайын-ата бір жағына болысып әлектенді. Айсұлу да бір күйеудің күйігіне тек ене мен қайын-атасы жайлы болған соң, әрі келіннің төбесінен құс ұшырмай қараған соң шыдап бақты. Келер жылы 2-ші ұл дүниеге келді. Осылайша жылма-жыл босанып, 3-ші перзенті қыз болды. Ұлың да бар, қызың да бар. Құдай көп көрмесін. Енді өзіңе кел, есіңді жиып, етегіңді жина. Сосын кейін осы балалар өскен соң туып жатарсың деп енесі келініне ақыл айтты. Ененің айтқан ақылын жөн көрген Айсұлу да келсе кетті. Әбден қалжыраған Айсұлу енесімен барып, әйелдер дәрігеріне қаралып, енді көтермеудің амалын жасады. Уақыт өтіп жатты. Атайын ене жастары жеткендіктен өздерінің де ұзатылар қыздай о дүниеге кетіп қалуы мүмкін екендігін айтып отырып, ұлап шулаған ұлдарының құлақ етін жеп, үйлен деп үлкен ұлды үйлендірмек болды. Манарбек пен Қапалбек бір әке шешеден демесең, екеуі екі адамдай. Қапалбек ұшқалақ, қызқұмар болса, Манарбек керісінше тым момын. Екеуіне ортақ қасиет еңбекқорлықтары. Қапалбек пен Айсұлудың кенжесі 3-ке келгенде ғана ағалары Манарбек үйленетін болды. Өзінен 10 шақты жас кіші Кәмшат есімді қызға таңдауы түскен екен. Кәмшат та Айсұлудай пысық, тірлікке ебі бар келін болып шықты. Шал мен кемпір осы келіннен де жолдары болғандарына қуана кетті. Ата енесі риза болып, жөн жоралғысымен тойларын жасап берді. Енді жаңа келін мен Айсұлудың арасынан таңдау жасалып, Айсұлуды өзіне жайлы болғандықтан, енесі Манарбек пен Кәмшаттың еншісін беріп, осы ауылдың ішіне бөлек шығарды. Сол кездерде ауыл адамдары жаппай мал жиып, үлкен үйлер мен қоралар соғып жатқан. Қолдарынан іс келетін ағайынды екеу алысқа ұзамай-ақ ауылдан нәпақаларын тауып отырды. Кәмшат арасында 2 жылдан салып 5 баланы өмірге алып келді. Ал Айсұлу сол 3 баламен тоқтады. Бұл кезде де Қапалбек жұмыстан қанша шаршап келсе де, сұлу келіншегіне тыным бермейтін. Бейшара осақ басында күйбеңдеп, тірлік жасағаншып, кеш жатуға тырысатын. Әрі берден соң өсіп қалған балаларынан ұялатын. 2 абысын оңаша сырласып қалғанда, Айсұлу күйеуінің төсек құмарлығына шағымданатын. Ал күйеуінен 10 жасқа кіші Кәмшат болса, керісінше риза емес екенін айтатын. Қайта керемет емес пе?
қатырасың. Өмірдің қызығы да сол ғой. Бәсе, қашан көрсем құлпырып тұрасың. Қартаятын түрің жоқ. Қайнымда екен ғой бар мәселе, деп қулана күлді де, артынша қабағын түйіп. Біздің бай кеш келеді де, бас жастыққа тие сала қор етеді. Бітірген еш тірлігі жоқ. Таңертең ерте тұрып кетеді. Мен жатам дөңбекшіп, деді. Қойыңызшы жеңеше, шаршайтын болар. Кешке дейін күннің астында кірпіш қалау оңай дейсіз бе? Деп басын шайқады Айсұлу. Айсұлу, басқа түспей түсінбейсің. Одан 3 ақ жас кіші қайным тынбайды деп отырсың. Екеуі де кешке дейін бірге жүреді ғой. Ол неге шаршамайды? Деп ренжи сөйледі абысына. Сонымен бұл тақырып бойынша ойлары сәйкес келмеген екі келін үйлеріне тарасты. Араға уақыт салып, қос баланы жайландырып болған Айсұлудың енесіне маза қашты. Денсаулығы сыр беріп жүргеннен, енесі мазасы болмай жүргенін Айсұлу байқаған. Бірақ аңдыған ауру табан асты алыптынады деп ойламаған. Олар қалаға барып, ем қабылдап та үлгермеген еді. Ауруханаға барғанда бұлардың кешіккендерін айтты. Ішкі ағзадан жазылмайтын дертке душар болған, анасындай болған алтын енесі мына өмірді қимаған күйде кете барды. Босаға аттағалы 100 шайқасып көрмеген енесінің өлімі Айсұлуға басқаларға қарағанда ауыр тиді. Себебі балаларын қарасып, тірлікте бір жағына шығып, Қапалбектің тентек мінезінде басатын осы ене еді. Атасы момын кісі болғандықтан ұлдарына аса тіл өтпейтін. Ондайда алтын ене тігісін жатқызып, ұлды да келінді де араға ши салмай, ренжітпей, жай сөзбен мәмілеге келтіруші еді. Ененің бар жақсылығы есіне түсіп, жоқтау айтқан Айсұлу елдің қабырғасын қайыстырып тастаған еді. Келін болса осы Айсұлудай болсыншы деп жатты жиналғандар. Ал Кәмшат келгелі бөлек тұрғасын ба, енесіне аса жақын емес болатын. Сондықтан қабырғасы қайысып, қайғыра қоймады. Қапалбектің анасын қаншалықты жақсы көретінін ел аяғы басыла сала Айсұлуды төсеге сүйрегендіктен ақ байқауға болатын еді. Себебі ішкі табиғаты талап еткендіктен Қапалбекте өзіне өзі қарсы тұра алмаған еді. Қанша төсек құмар дегенімен Айсұлумен үйленгелі Қапалбек ойнастық жасаған еместі. Не деген арсыз едің? Анаңның топырағы кепкенде жоқ қой, деп ызалана жылады Айсұлу. Жасы келген кемпір өлді деп табиғи қажетімізді өтемейміз бе? О несі? Асарын асап, жасарын жасады, не арманы бар енді? Деп кекетіп күлді күйеуі. Үйленгелі осы. Маған жаның ашыған емес, нәпсіңе ие бола алмаған бейшарасың. Не деген аш көз едің? Сезімнен жұрдай бәлекенсің. Сен түгілі мен қайғырып отырмын, деп жылады Айсұлу. Одан кейін күйеуіне сөз шығындағысы келмеді. Онсыз да суыған көңілі одан әрі салқындай берді. Қазақтың салтына сай енесінің бар кәдесін жасап болғанда жалғыздықты көтере алмай, балаларға жаутаңдаған, қажыған ата күрт нашарлап өмірден өтті. Енесіндей жақын тартпаса да, бар тірлігін мақтап, көтермелеп отырған атасы кеткенде де Айсұлу әбден жылады. Ес білгелі маскүнем әкенің маңдайынан сипап, мейірленгенін көрмеген ол атасының қарағым деген жалғыз ауыз сөзіне марқайып, қанат біткендей қуанып қалатын еді. Енді екі қымбат адамы да жоқ. Шаңырақтың берекесі осы екі қарт еді. Оларсыз үй мен отбасы қалай боларын ойлап, Айсұлу қам жей бастады. Қапалбектің нәпсі құмарлығына да ата енесі үшін төзіп жүргенде еді. Шындап келгенде ортақ әңгіме де жоқ екеуінде. Тұрмысқа жастай шыққан Айсұлу не оқи алмады, не жұмыс жасамады. Балалардың алды оқу бітіріп жатыр. Күйеуіне қалаға көшу туралы айтып еді, көнбеді. Арты үлкен ұрысқа айналып, ата-анасы барда Айсұлуға қолының ұшы тимеген Қапалбек оны ұрып тастады. Ата ененің көзі кеткен соң екеуінен де мәміле кетті. Енді Қапалбекке тыйым салатын да, тәйт деп шектеу қойып имендіретін де ешкім жоқ болған соң оның беті ашыла берді. Жүрісімен ішісі көбейді. Жылтыңдаған достар мен қылмыңдаған қатындары көбейді. Сыныққа сылтау қылып, қайт етсе қол ала жүгіруі көбейген еді. Енді бірде ұрысуға қара таппаған ол көшейік деген Айсұлудың сөзін есіне түсіріп, әуеніне қайта басты.
Өмір шекең тырысып жүреді. Әйел болып қылмысуды білмейсің. Қала екен ғой көксегенің. Кет, құры, өзің бар қалаға. Сол жақта нақсүйерің бар болар деп айқайлады ол, көзі шатысып. Айқайлап тұрып, ашу үстінде үстел үстіндегі шай құйылған шайнекті әйеліне қарай лақтырып жіберді. Әкесі бетін тілсе, күйеуі шекесін жарды осылай. Адам кейпіндегі айуаннан шошыған Айсұлу өсіп қалған 3 баласын алып, азғандай киімдерін жинап, ауылдан басы бүтін кетті. Бұлайсын асырға шауып, жуас келіншек кетіп қалар деп ойламаса да, оны тоқтатуға көкірегі жібермей, Қапалбек жалғыз қала берді. Арада 5-6 ай өтерде, артынан іздеп те бармады. Балалары да одан күдер үзді. Айсұлу балаларын алып кеткен соң, қалада пәтер жалдап тұрды. 2 баланы оқуға түсіріп оқытты. Осылардың оқу ақысын төлеймін деп қиналды. Мұздай суға қолын салып, еден жуушы болды. Ақ қар көк мұзда табанынан сыз өтіп сауда жасады. Ақыры 2 ұл оқу бітіріп жұмысқа тұрған, ал қызы оқуға түскен жылы өкпесі қабынып, жап-жас қалпында қыршынынан қиылды. Қолдары ауыздарына жетсе де, бағыт-бағдар беріп отыратын анаға зәру балалары қалдартта шырылдап. Іздеп келейін деген әке де жоқ. Бұл уақытта Кәмшаттың да балалары ер жетіп қалған. Күйеуі Манарбек өмір бойы құрылыс жасап, әбден денсаулықтан айырылған еді. Оның төсекте қауқарсыз екенін жиі қайталап, Кәмшат намысына тиіп болды. Содан болар, соңғы кезде ішкілікке әуес болып алды. Айсұлудың өмірден өткеннен хабар жоқ Қапалбек оған әлі ашулы болатын. Оған ерегесіп үйленіп алмақ еді. Кәмшат тоқтата берді. Қайнысының жалғыз күйде жағдайы болмайтынын айтып, үйге жиі шақырып алатын. Манарбектің үйге келді деген аты болмаса, аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығып, мас күйде күңкілдеп жататын. Кезінде Айсұлудың Қапалбек туралы айтқанын есіне түскен Кәмшаттың денесі бір ысып, бір суынып, мазасы қашатын. Түні бойы қайнысын ойлап, есі кететін. Ол үйленем десе, үзілді кесілді қарсы болатын. Оны әйелдерден қызғанатын. Ауылдағы тура жолдан тайған келіншектердің ешқайсысы Қапалбектің бетін қайтарған емес. Мұны білетін Кәмшаттың қызғаныштан іші тырналатын. Қапалбек қанша төсек құмар болса да жеңгесіне шапқан емес. Үйде еңгезердей болып домалап жатқан ағасынан именеді ме, жеңгесі әйел ретінде қызықтырмады ма? Онысы өзіне аян. Қанша жылдан бері ішкіліктен бас алмаған Манарбектің де талқаны таусылды. Қыздарының алды тұрмысқа шығып кеткен соң, бауыры езіліп кеткендіктен қайтыс болып кетті. Кәмшат кіші ұлы мен қызы 3 қалды. Күйеуінің жылы өткен соң, ағайын туыс екеуін әмеңгерлікпен қосар деп үміттенген. Оған екеуі де жас емес. Сондықтан ол туралы ешкімде сөз қозғамады. Жағада қалған балықтай шөл қамбаған Кәмшат алды 40-тан енді асқанда міне жесір қалған. Түн баласы өзін-өз сипалап өлдірдей болады. Басқа еркектер айналшықтап көріп еді,